Nexia Legenda дегендерге біздердің машинаның бағасына келетін болсақ, бағасын білмей қалдым. Машинаның жылы 2013 жыл. 2007 екен машина. Баршаңызға ассалаумалейкум, берекет автосаудан бақылап барушайыз достар. Бізді елден былай YouTube каналымызда бақылап барсаңыз болады. Жұмыс уақытымыз азан сағат 9:00-ден кешкі сағат 7-ге дейін. Видеоны ақырына дейін көріп лайк басып қоямыз. Ендігіліктен былай біздер автосалонымыздағы кішігірім машина обзорды басылаймыз. Кейінгі сатылудағы машинамыз Tracker машинасы, жылы 2024 жыл. Бұл машинамыздың салон жағдайларын біргелікте көреміз. Tracker Premier. Бұл машинамызда чехоллары жоқ, поликлері бар, қаралып айдалған, қырылған сырылған жерлері жоқ. Метан газ баллонлары бар, 4-ші поколение, жүріп тұрған километрлары 10.200 километр. Артқы көріністері. Метан газ баллонлары да бар. Машина саз, келесіз айдап кете бересіздер. Машинның краска жақларына келетін болсақ, бір тамшы краскілер тимеген. Машина родной краска, пароклар қойған, 4 мягкий баллонлары бар. Бағасына келетін болсақ, бағасы бұл машинамыздың 245 миллион келісімді бағада. Осы машин берекет автосауданың өзінде тұрды. Келіп, бемәлел саудаласып көре берсеңіз болады. Кейінгі обзордағы машинамыз Spark Ravon, чистый Ravonның өзі, экспорт вариант. Машинамыздың жылы 2020, кузов 21 жыл. Салон жағдайларын көреміз. 113.800 км жүріп тұрды. Чехол, полик, метан, автомат коробка машинамыз. Қырылған сырылған жерлері жоқ, бірқатар көресіз. Бұл машинамыздың краска жақларын, пробег жақларын тексеріп көріп аласыз, себебі бұл рекламамызға келген машин. Метанның көріністері. Бұл машин таяр машин. Құлласкарым, келесіз айдап кетесіз. Метан, чехол, полик бәр заты бар. Машинның айбына келетін болсақ, айбы да бар. Именно ұсы крылосында кішігірім краскасы бар дейді. Ұшында оны тексеріп көріп ала бересіздер. Машинның бағасы 107 миллион. Қызығып атқалар болса кеп көресіз. Осы машин берекет автосауданың өзінде тұрды. Қазіргі күнде Nexia 3 қалтаға қолай ең жақсы машиналардың бірі болып есептелінеді. Кейінгі обзордағы машинамыз Nexia 3, жылы 2020, машинамыз механика. Салон жағдайларын бірқатар көреміз. Чехол, полик, металлары бар. 82.200 км жүріп тұрды машинамыз. Артқы көріністері қарап айдалынған машина екен бұл. 4 мягкий баллонларын қойған машин саз. Метан көріністері. Машинның краска жақларына келетін болсақ, бір тамшы краскаларым тимеген. Машинға гарантия. Қызық отқалар болса кеп көресіз. Машинасы берекет автосауданың өзінде тұрды. Бағасы 105 миллион. Біздердің автосалонымызда пакет ковылтлардан табылады. Бұл машинымыз механика коробка. Салон жағдайларын көресіз. Пакет машин. Жүріп тұрған километрлары 37 км жүріп тұрды. Трейлермен келген машинымыз. Пакет машин. Бірқатар көресіздер. Артқы көріністері. Машин бензинде. Багаж көріністері. Бір тамшы краскада жоқ. Қызық отқалар болса кеп көре бересілер. Машинасы берекет автосауданың өзінде тұрды. Бұл Азия вариант ковылтымыз. Бағасына келетін болсақ, бағасы 167 миллион. Машинасы берекет автосауданың өзінде тұрды. Nexia Legenda дегендерге Nexia 2 һәм және де 1. Nexia 2-міздің жылы 2016 жыл, люкс кондиционер 1.6 донс болып есептелінеді. Салон жағдайларын көресіз. 182 км жүріп тұрды. Чехол, полик, қырылған сырылған жерлер жоқ. Артқы көріністері. Машинға қарап айдалған, жас үлкен аға айдаған қарап. Металлары да бар. Бірқатар металларын көріп өтесіз. Машин свежий, құласкарам таяр машин. Бұл машинның айбы тек екі арканасында краска, басқа жеріне краска тимеген родной болып тұрды. Бұл машинымыздың бағасына келетін болсақ 60 миллион берекет автосауданың өзінде тұрды, бітетін бағасы. Кейінгісі Nexia 1. 1.5 донс, машинның жылы 2013 жыл. 2007 екен машин, кешірерсіз. Сәл қателестім. Салон жағдайларын көресіз. 211 мың жүріп тұрды машинымыз. Чехол, полик, метан, эвакордан қойған, как положено. Артқы көріністері. Бұл машинға метанда да қойған. Металлар да бар. Машинның айбына келетін болсақ, тек юбкасында краска бар, басқа жерлері саз. Бағасы 55 миллион. Бемәлел келіп, машинды көре берсеңіз болады.
Абзордагы машиналарыбыз сизге туура келген болса, Берекет автосаудага бемелел келе берсеңиз болот. Машиналарыбыз бар. Сиз каалеген түрдөгү машина топ берүүгө аракет этебиз. Биздерде даже иномаркалерден бар, таусаңыз болот. Көпчүлүк бизге звондайды, манзилиңиз каякта дейди. Манзилди бир катар түшүндүрүп өтсек, видеонун акырына дейин көрүп, комментарий жазып, лайк басып кетесиз. Бул тарапыбыз көне кала, светофордон өткөндөн кийин ушу каты 16 болот. Саранча көпүргө мүнбөй туруп, шеп колго бырламыз. Азыр видео процесс кетип отур, братан. Не деп ойлойсуз? Кандай сөзүңүз бар Берекет автосаудага? Не дейміз, Берекет автосаудаға берекетлі болсын, сол жұмыстан табысла, шаршама, главный әме вақытта алға өрлей беріңіз. Берекет автосаудага несин айта аласыз? Кандай тилек айта аласыз? Тілегіміз не дейміз? Жұмыстан табысла тілейміз. Әме вақытта халқымызға бір берекетлі машиналар әкеле берсін. Ең жақсы тилек болды бул Берекет автосаудага. Саранча автовокзал, бул тарапыбыз интернат музыкальный школа. Туурумузда Саранча көпүр. Кожо элден келе атканда Саранча көпүрү туурумузда калаага кирип кететін жол. Бул тарапыбыз Саранча көпүр, туурга калаага кирип кететін жол, каты 16. Оң тарапыбызда, оң колубузда Шынарай автосалон бар. Кайталдан оңга бурламыз, 50 метрде жүрсек, шеп колумузда Берекет автосауда жайлашкан. Бул тарапыбыз военкомат, военчас, досап. Бул тарапыбыз Шынарай автосалон, Берекет автосауда. Мойкунун карама-каршы жагы. Берекет автосаудада бәріңізді күтіп қаламыз. Қызметіңізге даярмыз, келе бересіздер.